Қайырлы күн, құрметті көрермендер, достар, сіздермен біз айтамыз Айдары. Қатарластарыңыздың арасында қандай мәселелер болатын? Болмады деп айта алмаймын. Буллинг. Жалпы осыған көзқарастарыңыз қандай? Ол нәрсені, буллингке ұшыраған бала басқаша түсінеді. Әйел бала-шағаның көзінше әйелін ұрып соғып жатқан қаншама ер азаматтар бар. Енді кибербуллингке тоқталсақ. Мысалға, кейбір ата-аналар қателесіп жатады, яғни мектепте мұғалімі не қарап отыр. Баланың ұялы телефон тексеруге арналған көптеген бағдарламалар бар. сіздің есіміңіз мысалға Сабыржан болып, мысалға біздің орталыққа Ерасыл болып кірсеңіз, сізді ешкім зерттеп, өзі тергеп жатпайды. Кибербуллингке қатысты заң жобалары қарастырылған ба? Балаңды 1 жастан 5 жасқа дейін қаныңдай көт. Көп жастар шыны керек төтеп бере алмай суицид факторларына алып келуі мүмкін. Керісінше дөрекі сөйлей бастайды. Бізге қонақ болғандарыңыз үшін рахмет.